Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық алгоритмдерді программалау. Оқу мақсаттары: Python тіліндегі сызықтық алгоритмді жазу. Бүгін үйренеміз сызықтық алгоритмдерді, Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазуды. Оқушылар, сызықтық алгоритм дегеніміз іс-әрекеттерді бірінен соң бірін тізбектей орындалуды айтады. Сызықтық алгоритммен төменгі сыныптан таныспыз. Python бағдарламасын іске қосудың алгоритмін жасап көрейік. Яғни бірінші біз браузерді іске қосамыз. Браузердің іздеу жолағына онлайн Python деп жазамыз. Іздеу нәтижесінде шыққан сілтеме Programmis.com'ды қосамыз. Мысал есепті бірге қарастырып көрейік. Бізге берілген өрнек 2x бөлінген 5 қосылған 2x. Яғни бұл жерде орындалатын әрекеттер тізбегі мыналар болып табылады. Яғни бірінші біз x-ті енгіземіз, берілген өрнекті Python тілінде жазамыз, нәтижені экранға шығарамыз. Енді алгоритм бойынша программадан есепті жазып көрейік. Ол үшін бірінші біз x-ті енгіземіз. X бізде бүтін типті болғандықтан input командасының алдында оның типін беріп кетеміз. Int жақша ішінде input, жақша ішінде x санын енгіз. Әрі қарай print командасы арқылы экранға осы өрнектің есептелуін шығарамыз. Ол үшін print командасын жазып, жақша ішіне берілген өрнекті жазамыз. Яғни 2 көбейтілген x бөлінген 5 қосылған 2 көбейтілген x. Келесі әрекет нәтижені шығару. Run батырмасын басамыз. X-ке мән береміз. Мысалғы 5. Нәтижені шығарамыз 12. Тексеріп көрейік. 5-ке 2-ні көбейтеміз 10. Бөлеміз 5-ке. Қосамыз 2-ні 5-ке көбейтеміз 10. Жауабы 12. Нәтиже дұрыс. Бекіту тапсырмасы. Тиісті сөзді қойыңдар. Жарайсың. Өзіңді тексер. Бекіту тапсырмасы. Әрекеттер тізбегін дұрыс орналастырып, көшет отырғызудың дұрыс алгоритмін құрыңдар. Жарайсың. Өзіңді тексер. Тапсырма. Келесі өрнектерді Python тілінде жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.